Сәлем достар, біз бүгін сіздермен Попова-Казакова кітабы бойынша 9-шы сабақты өтеміз. Бұл өте маңызды сабақтардың бірі, өйткені бүгін оқу ережелерін ары қарай жалғастыратын боламыз. Осы арқылы французша дұрыс оқи алатын боласыздар. У дыбысына келдік. У дыбысы қандай жағдайда оқылады, соған назар аударайық. Мына жерде таблица тұр ғой, соның ішіндегі О әрпі, қараңыздар, З дыбысының алдында. Әріп емес, именно З деген дыбыс болу керек. Мысалы, ғуз. Мына жерде көріп тұрсыздар, негізі С әріпі. С әріпі, бірақ ол екі дауыстының ортасында келсе, то есть екі дауысты оны қоршап атса да, екі жағынан, онда ол З дыбысын береді. Ғуз, например, сол уақытта У сияқты дыбысталады мына жерде. О әрпі ғой, хотя, бірақ ол У сияқты дыбысталады. Келесі О әрпі сөздің соңында келсе, мысалы метху, немесе сөздің соңында оқылмай қалатын дауыссыз дыбыстар бар ғой, соның алдында келсе, онда У болып оқылады. Эғу, галю. Түсінікті ғой да? Және мынадай. Так, О әрпін төбесінен осындай үш бұрышты сызық түсірілген болса, У болып оқылады, ғул. А, Ü әріптерінің қосындысы, тек Ғ әрпінің алдында тұрмау керек, ол фут, мысалы. Және Ү, А, Ü әріптерінің қосындысы, таблю, У болып оқылады. Келесі фразалар берілген мына жерде. Фразаларға арналған сөздер. Вөне. Вөне деген вөнех етістігінен шығады. Вөнех дегеніміз бару деп аударылады. Ал вөне болса, мына жерде жіктелген түрі келіңіз деген мағынада, бұйрық райда тұр. Ле таблю екі мағынасы бар. Ле таблюдің біреуі тақта, екіншісі картина. Ле деген мына жерде не деп сұрауларыңыз мүмкін, ол артикль. Мужской родтың алдына қойылатын определенный артикль. Яғни именно белгілі тақтада қай тақта екені, или белгілі картина, қай картина екені. Экриве, бұл бізде экрих етістігі. Экрих жазу деп аударылады, үшінші топтың етістігіне жатады. Экриве соның бұйрық райы. То есть жазыңыз, жазындар деген мағынада или. У, ут, сын есім. Егер мужской род болса У болады, ал егер женский род болса ут, Ö қосыла қояды соңына. Бұл бізде биік деген мағынаны білдіреді. Бу, бел. Бу мужской род, әдемі. Ал бел женский род, красивая, то есть, или прекрасная деген мағына. Шу, шуд, жылы. Une rose, роза. Ұқсайды. Une chose, зат. Quelque chose, бір зат, бір нәрсе, бірдеңе деген сөз қысқартылып жазады кей жағдайда. Мына осылай сокращенный деп тұр ғой, quelque chose-да. Келесі proposer. Бұл бізде бірдеңе ұсыну. Le, la, le дегеніміз оны, оларды деп аударылады. Une faute, қателік. Relire, quelque chose, қайтадан оқу. Une copie, жазу жұмысы. Corriger, түзету. Так, мысалы, қате түзету болса, мен қате жөндеп жатырмын. Je corrige ma faute. Я исправляю свои ошибки, да. Le numéro, номер. Мысалы, le numéro de téléphone. Телефон номер. 14, 14. Le métro, метро. Une chemise, рубашка. Жун, жун. Ол бізде сары. Мө деген мені, маған немесе. Maître, quelque chose. Бұл бізде етістік, үшінші топ етістігі. Кию деп аударылады. Autre, басқа. Trop, слишком. Revenir, revenir немесе. Үшінші топ етістігі қайтып келу. Фразаларды оқимыз. Paul, venez au tableau et écrivez. Ou
beau, chaud, une rose, une chose, proposer. Jérôme, il faut copier ces mots, dit le professeur. Біріншісін аударайық. Пол, тақтаға келіп, және жазыңыз. Биік, әдемі, жылы, роза, зат, және ұсыну. Бұл жерде яғни именно сөздерді жазғызып жатыр ғой. Жером. Так, надо переписать эти слова. Мына сөздерді көшіру қажет, деді мұғалім. Жером ле копи. Жером оларды көшіріп жазып жатыр. Ле деген оларды деген мына жерде. То есть сөздерді деген сөз ғой. Il fait des fautes. Ол екі қате жасап жатыр. Екі қателік жіберіп жатыр. Il fait, то есть faire des fautes дегеніміз қателік жіберу. Il relit sa copie et corrige ses fautes. Ол өзінің жазған жазбасын қайтадан оқып және қателерін түзеп жатыр. Faut-il faire l'exercice numéro 14? Faut-il faire l'exercice numéro 14? 14-ші жаттығуды жасау керек пе? Il ne faut pas le faire. Оларды жасап қажет емес. Il faut деген бұл жерден надо деп аударылады, яғни қажет, қазақша. C'est notre métro, бұл біздің метро. Notre métro est beau. Біздің метро керемет. Je n'aime pas cette chemise jaune. Мен мына сары рубашканы ұнатпаймын. Elle ne me va pas. Elle ne me va pas. Ол маған жараспайды. Это не идет деген сөз. Je veux mettre une autre chemise. Мен басқа көйлек кигім келеді. Рубашка деген, то есть білесіздер да, көйлек. Il fait trop chaud. Өте слишком ыстық. Je propose de revenir. Қайтуға ұсыныс жасаймын. Я предлагаю возвращаться. Мына жерде жақшаның ішіне жазып қойыпты. Il fait chaud болса, жылы немесе ыстық. Il faut болса, қажет деп аударылады. Мына жерде сіздерде текст берілген және текстқа байланысты жаңа сөздер. L'opérateur, оператор. Aussi, тоже. Une dactylo, машинистка. Le bureau, бюроның үш мағынасы бар. Жазатын стол, рабочий кабинет, жұмыс кабинеті. Үшінші, контор, отдел контор, бюро. Le ministère дегеніміз министерство. Le commerce, торговля, сауда. Extérieur, сыртқы. L'école, мектеп. L'école maternelle, немесе la maternelle қысқаша. Садик, то деген ерте. Il sort, мына жерде il sort, ол шығады деп аударылады. Соқтиық деген етістік бар, ол үшінші топ етістігі, соның жіктелген түрі. Үшінші жақта жіктеліп тұр. Ол шығады деп. Jusque дегеніміз jusque. Jusque деген до. Дейін, да, то есть elle part. Олар кетіп жатыр. Қыздар кетіп жатыр. Il revient. Олар қайтып келіп жатыр. Dîner, кешкі ас ішу. Dîner деген сөзге ұқсайды ағылшынның. Le dîner болса, ол ужин болады. Causer, әңгіме соғу, сөйлесу. Dessiner, quelque chose. Сурет салу. S'amuser, ойнау. Текстті оқимыз. Roger Duval est opérateur à l'usine Renault. Il est marié. Sa femme Claudine travaille aussi. Аударайық. Roger Duval Renault деген заводта оператор. Ол үйленген, оның әйелі Клодин тоже жұмыс жасайды. Elle est dactylo au bureau du ministère du commerce extérieur. Ол машинистка болып жасайды сыртқы істер министрлігіндегі конторда.
Leur fille Monique est petite. Олардың қыздары Моника кішкентай. Elle va à l'école maternelle. Садикке барады. Roger se lève tôt. Roger ерте тұрады. Il déjeune et à 7 heures il sort. Ол таңғасын ішеді және сағат 7-де шығады. D'habitude, s'il fait beau, il va à pied jusqu'à l'usine, qui est assez près de chez eux. D'habitude, әдетте, егер күн жақсы болса, ол заводқа дейін жаяу барады. Үйлерінің қасына жақын орналасқан. Vers 9 heures, sa femme et sa fille partent aussi. Сағат 9-дар шамасында оның әйелі мен қызы да шығады. Roger et Claudine reviennent à 6 heures. Roger мен Claudine сағат 6-да қайтып келеді үйге. Après le dîner, ils lisent, ils regardent la télé, ils causent. Дейді. После ужина, кешкі астан соң олар оқиды, телевизор қарайды және сөйлеседі. Monique regarde les images, dessine et s'amuse jusqu'à l'heure d'aller au lit. Моника суреттерді қарайды, сурет салады және ұйқыға жататын уақытқа дейін ойнайды. Il fait beau, ауа райы туралы, ауа райы күшті болып тұр деген сөз. Aller au lit, ұйықтау. Мини диалог. Мына жерде шағын диалог берілген, соны бірге оқиық. Tu vas quelque part cet après-midi? Tu vas quelque part cet après-midi? Сен осы после обеда бір жаққа барасың ба деген сөз. Nulle part, je reste ici. Nulle part, je reste ici. Ешқайда, мен осында қалам. Alors, je peux sortir? Je vais au supermarché. Tu gardes tes sœurs. Жарайды. Мен шыға аламын. Мен супермаркетке барамын. Tu gardes tes sœurs. Garde дегеніміз қарау. Сен өзіңнің сіңлілеріне қарайсың. D'accord. D'accord деген келіс. Екінші. Est-ce que je peux garder le livre jusqu'à jeudi? Est-ce que je peux garder le livre jusqu'à jeudi? Так. Мен сенде кітабымды четвергке дейін қалдырсам бола ма? D'accord, tu peux le garder. Жарайды, сен қалдыра аласың. Үшінші. Est-ce que je peux allumer la télé? Могу ли я включить телевизор? Tu peux faire ce que tu veux. Сен қалағаныңды жасай аласың дейді.